Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев биылғы жолдауында көптеген мәселелерді қарап өтті. Мен өзім енді жоғары білім және ғылым саласы әрі химик болғандықтан осы жолдаудағы осы мәселелерге қарайтын болсақ, ол техникалық мамандықтарға ерекше назар аудару керек жөнінде өзі арнайлап айтып өтті. Және бұл жолдауда Қазақстанда полиэтилен, полипропилен, терефталь қышқылы, бутадиен және карбамид өндірісін жолға қою жөнінде айтты. Қазіргі таңда Қазақстанда көптеген полимерлік материалдар, күнделікті қолданыстағы материалдардың барлығы көбіне шетелден алынады. Ал бұл өндірісті өзіміздің елімізде құру, біздің өзіміздегі полимерлерге деген құбырлар бар, тағы да басқа дүниелер, олар толығымен қамтамасыз ете алады. Және терефталь қышқылы біздің күнделікті қолданылатын әртүрлі сусындар бар, сода қолданылатын ыдыстарды біз шетелден емес, өзіміздің Қазақстанда өндіріп, соларды қолдануға үлкен мүмкіндіктер туады. Ал карбамид ол ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылатын органикалық тыңайтқыш. Осы органикалық тыңайтқыш арқылы біз ауыл шаруашылығын толығымен осы тыңайтқышпен қамтамасыз етуімізге мүмкіндік бар. Және тағы да бір айтып өткен ерекше мәселе, ол Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігі үшін атом электр станциясын салу. Ол да заман талабы. Енді 6 қазан күні ол бойынша референдум жүретіндігі жөнінде өкімге қол қойды. Енді осы халық өзінің таңдауын жасап, осы атом электр станциясын салу бойынша шешім қабылданатын болады. Жалпы атом электр станциясына келетін болсақ, жаңа айтып өттім, ол заман талабы, уақыт талабы, өйткені энергетикалық қауіпсіздік және өзіміздің жергілікті өндірісті электр энергиясымен қамтамасыз етуде, әрі қазіргі көміртек нейтралдылық дейді, сол талапты қамтамасыз ету үшін бірден бір энергетика көзі ол атом электр станциясы болып табылады. Себебі қазіргі таңда бізде негізінен жылу электр станциясын пайдаланады, ол жерде көмір, тағы да басқа отындар пайдаланылады. Олар жану кезінде көптеген зиянды қосылыстар қоршаған ортаға таралып, біздің экологиямызға кері әсерін тигізеді. Ал жасыл энергетика көздері қазіргі таңда олар өте қымбат және тиімсіз болып табылады. Алдағы уақытта оның шешімі табыла жатар, бірақ қазіргі таңда бізге дәл қазіргі күні энергетика үшін электроэнергетика бізге қажет болғандықтан қазіргі таңда ең тиімді атом электр станциясы болып табылады. Сол себепті бұл шешімде еліміздің дамып өркендеуіне өзінің үлесін қосады деп есептеймін.